Баршаңызға сәлем, сіздермен Ләззат. Бүгін қыстық лечо салатының дайындалу әдісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен барлық керек өнімдерімізді жуып, тазалап, дайындап аламыз. Салатқа қажетті өнімдерді видеоның описание бөлімінен қарай аласыздар. Барлық өнімдерді турап аламыз. Мен видеода көріп тұрғандарыңыздай сәбізді ұзын жіңішке етіп турап алдым. Сіздер теркамен өткізіп алсаңыздар да болады. Қызыл, жасыл болгар бұрыштарын да ұзынша етіп турадым. Салатқа кез келген болгар бұрышын пайдалануға болады. Пиязды да ортасынан бөліп, видеода көріп тұрғандарыңыздай турап алдым. Енді салатымызды қуыруды бастаймыз. Қызып тұрған ыдысымызға сұйық майды құйып, пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылғаннан кейін үстіне туралған сәбіздерімізді саламыз. Пияз бен сәбізіміз қуырылғаннан кейін үстіне туралған болгар бұрыштарын салып, тағы да араластырып қуырып аламыз. Салат қуырылғанша қызанақтарды ыңғайлы етіп турап, ет тартқыштан өткізіп, дайындап алдым. Одан кейін қалған өнімдерді турадым. Сарымсақты видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп турап алдым. Ащы қызыл бұрышты да турадым. Қызыл бұрышты өздеріңіздің қалауларыңызша қосыңыздар. Аз көкті де турап дайындадым. Қуырылған салаттың үстіне ет тартқыштан өткізілген қызанақтарымызды құйып, жақсылап араластырдым. Енді қалған өнімдерді саламыз. Сарымсақты оның үстінен, аз көкті, туралған қызыл ащы бұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Салатқа дәміне қарай тұз, қант, түйір қара бұрыштан саламыз. Салатқа қалауларыңызша басқа да жапырақтарды, лавр жапырағын немесе кинза қоссаңыздар да болады. Барлық өнімдерді салып, жақсылап араластырып қайнатамыз. Салатты ұзақ қайнатудың қажеті жоқ, өйткені сәбіздері езіліп кетеді. 10 минуттай қайнату жеткілікті. Қайнағаннан кейін уксусты құйып, жақсылап араластырып, оттын өшіріп, қақпағын жауып, 10 минутқа тындырып қоямыз. Салатымыз дайын, көрінісі видеодағыдай тәбет ашарлықтай болып шығады. Енді салатты банкаларға жабатын боламыз. Жуып дайындалған банкаларымызды қайнап тұрған суда паритетіп аламыз. 1 литр банкаға 1 аспирин салып, салатты құямын. 2 литрлік, 3 литрлік банкаларға жабатын болсаңыз, аспирин дәрісін 2 литрлік банкаға 2 түйірін, 3 литрлік банкаға 3 түйірінен салыңыздар. Салат құйылған банкаларымызды қақпағын банка бұрағыштың көмегімен жауып аламыз. Жабылған банкаларды аунатамыз, өйткені құрамында өнімдері біркелкі араласуы қажет. Қыстың суық мезгілінде тамақпен, ыстық бауырсақпен қосып жеуге арналған лечо салатымыз
дайын. Сіздер де осы әдіс бойынша дайындап көріңіздер. Видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!